Баршаңызға сәлем достар, денсаулық арнасына қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге адам ағзасындағы дәрумен жетіспеушілігі жайында айтатын боламын. Видеоны көрмес бұрын, алда шығатын пайдалы видеоларымды жіберіп алмас үшін және қазақ тілді арнаның дамуына үлес қосып, арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Сырт келбеті мен көңіл күйі қанағаттанарлық жағдайда болу үшін адам ағзасына дәрумендер қажет. Бәрімізге белгілі, бұл ағзаны қуатпен, күш және денсаулық қорымен толықтыратын заттардың қайнар көзі. Дәрумендер ағзаға тағамдармен келіп түседі. Сондықтан соңғы уақытта көп сөзге тиек етіліп жүрген үйлестірілген дұрыс тамақтану өте маңызды. Егер дәрумендер жетіспейтін болса, онда олардың жетіспеушілігі адамның сырт келбетінен және жалпы көңіл күйінен ақ байқалады. Ағзадағы дәрумендер жетіспеушілігінің себептері дұрыс үйлестірілмеген тамақ, ас қорыту қызметінің бұзылуы, антибиотиктер қабылдау, зиянды әдеттер. Осы зиянды әдеттердің әсерінен ағза пайдалы заттарды сіңірмейді. Зат алмасудың бұзылуы, ауырған аурулар, жасалған оталар, азық-түлік өнімдеріндегі дәрумендер мен минералдардың маусымдық жетіспеушілігі, тағамның дұрыс дайындалмауы, азық-түлік өнімдерінің дұрыс өңделмеуі. Медицинада дәрумен жетіспеушілігін гиповитаминоз деп атайды. Бұндай жағдайда анықтаудың ең дұрыс тәсілі қан талдауын жасау. Талдау нақты қандай дәрумендердің орнын толтыру керек екенін анықтауға көмектеседі. Сонымен бірге, адам дәрумен жетіспеушілігі туралы медициналық білімі болмаса да, нақты белгілер арқылы біле алады. Дәрумендер жетіспеушілігін бірнеше белгілер бойынша анықтауға болады. Дәрумендер жетіспеушілігінің сыртқы белгілері. Ағзаның дабыл қағып жатқанын білдіретін ең маңызды белгі бұл шаштың жансызданып өңі кетуі. Олар шатасады, ұшталады, түсе бастайды, тарау қиынға соғады. Мұндай жағдайда емдік сусабындар да, пайдалы маскалар да көмектеспейді. Бұл ағзаға пайдалы дәрумендер мен минералдар жетіспейтінін білдіретін дұрыс әрі нақты белгі. Егер адамның денсаулығында ешқандай кінәрат болмаса, онда оның шаштары жылтыр, жұмсақ, жібектей болады. Сондай-ақ ағзаға дәрумен жетіспейтінін тырнақтардың сыртқы келбетінен білуге болады. Олардың беткі қабаты алынып, майысып сына бастайды. Ауру тырнақтар табиғи емес сары түске енеді. Сонымен бірге терең кебелер пайда бола бастайды. Адамның терісі бұл оның көңіл күйінің дәлме-дәл бейнесі. Кез келген сырқат, ауру терінің күйіне бірден әсер етеді. Егер ағзаға дәрумендер жетіспейтін болса, теріде әжімдер, құрғақтық, көз астының қараюы, майлылық, безеу, пигменттену, сарғыштық, қышып дуылдау пайда болады. Сондай-ақ дәрумендер жетіспеушілігі кезінде шынтақ, тізе, иық, бөксе тұстарына назар аудару керек. Дәл осы жерлерде бірінші кезекте тері құрғақтанып қабыршықтанады, кейде көгере бастайды. Терідегі жараның ұзақ уақыт жазылмауы да дәрумендердің жетіспеушілігін білдіреді. Дәрумен жетіспеушілігі кезінде адам әртүрлі сезімдерді сезінуі мүмкін. Әрине, ең басты белгі бұл көңілсіздік, әлсіздік. Адам ештеңе істегісі келмейді, ойлау белсенділігі төмендейді. Сонымен бірге көздің асты жиі қараяды, немесе қарадақтар пайда бола бастайды. Сондай-ақ көз еш себепсіз жасаурай береді. Ауыз қуысы қурайды, ерін кеуіп жарылады, ауыз айналасында іріңді безеулер пайда болады. Қызыл иек әсіресе тісті тазалаған кезде қанауы мүмкін. Тамаққа тәбеті төмендейді, ал кейде керісінше артады. Дәрумен жетіспеушілігінің тағы да бір белгісі аяқтың ісінуі, саусақтардың дірілдеуі. Терінің құрғақтығы, түлеуі, жарылған тері ағзада А дәруменінің жетіспейтінін білдіреді. Б1 дәруменінің жетіспейтінін тәбеттің нашарлауынан немесе мүлдем болмауы, ашушаңдық, шаршағыштық, қажу, есте сақтау және жадының нашарлауы сияқты белгілер арқылы білуге болады. Б2 дәрумені жетіспейтініне ауыздың құрғауы, еріннің ісінуі, қызаруы, бетке шыққан бөртпелер, көздің қызаруы сияқты сыртқы белгілер дәлел бола алады. Б6 дәруменінің жетіспеушілігі келесі белгілер арқылы сипатталады. Бет терісі жарылады, көз құрғақ бола бастайды, бұлшықеттер қатты жиырылады. Б12 дәрумені жетіспейтініне келесі белгілер дәлел бола алады. Аяқ-қолдардың ауруы, қимыл қозғалыс үйлесімінің, есте сақтау қабілетінің жоғалуы. Егер қызыл иек қанап, буындар ауырса,
Жара ақырын жазылса, онда ағзада С дәруменінің орнын толтыру керек. Д дәрумені жетіспеген кезде тері сарғаяды, сүйектер әлсіз сынғыш болады. Бұны қозғалған кезде байқауға болады, яғни сүйектер сықырлайды. Е дәруменінің сондай-ақ темір жетіспеушілігінің белгісі қан аздық. Әдетте қан аздық кезінде шаршағыштық, бастың айналуы пайда болады. Ағзада фолий қышқылы қажеттілігі пайда болса, онда тіл қызара бастайды, іш өтуі мүмкін. Адамның көңіл күйі депрессиялық жағдайда болады. Егер қан талдауын жасатса, эритроциттер қан жасушаларының төмендегенін байқауға болады. Сүйектің әлсіз, сынуға, шығуға бейім болуы, теріге бөртпелер шығуы, бұлшық еттің әсіресе аяқтың тартылуы кальцийдің жетіспейтінін білдіреді. Тамаққа тәбеттің болмауы, йод және фосфор жетіспеушілігінің айқын белгісі. Егер тырнақтарда ақ дақтар пайда бола бастаса, демек мырыш жетіспейді. Көру қабілетінің нашарлауы, көз астының қараюы, жараның ұзақ уақыт жазылуы, терінің құрғауы, бөртуі ағзаға көп қаныққан майлы қышқылдардың омега-3-тің жетіспейтінін білдіреді. Құрметті достар, егер де осы видеом сіздерге пайдалы болса, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Және де арнама тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Алда тағы да пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламын.